Бүгін сіздерге басымнан өткен тағдырым жайлы айтып, сыр бөліссем деп отырмын. Отбасындағы жағдайды осы кезге дейін бөтен адамдарға айтпай келіп едім. Бірақ ішіме сыймай бара жатқандықтан ақ қағазға сырымды ақтарып алсам деп оқталдым. Кейде осылай сырымды ешкімге айта алмаған соң жан-жарымды аз да болса жеңілдету мақсатында қағазбен сырласатынмын. Сөйтіп, ішімді өртеп бара жатқан сырларымды жазған соң міндетті түрде оны пешке жағып немесе жыртып тастайтынмын. Ал бүгін ол сырымды отқа жағуды да, суға ағызуды да, жыртып тастауды да жөн көрмей, ел арасында менің енем секілді. Жасы жер ортасынан асып кетсе де әлі де жас баланың тірлігін, тіпті жас баланың емес, есі дұрыс емес адамның қылығын істейтіндері болса, ойлансын деп редакцияға жолдадым. Әрине, енем мен үшін бөтен адам емес, оған ақыл айтуға құқығым да жоқ. Өйткені мен ол кісінің келінімін. Оның үстіне маған қарағанда біраз жыл артық өмір сүрген, менен гөрі өмірден көргені мен түйгені мол адам ғой, деп бірдеңе деуге де бата алмаймын. Бастапқыда күйеуіме де анасы жайлы пікірімді айтуға қысылып жүргенмін. Өйткені кез келген перзент өз анасы туралы жаман пікірді қабылдай алмайды. Бір жағынан мен күйеуімді де сыйладым. Енемді де өз сыры өзіне мәлім ғой, өзінің не істеп жүргенін жақсы түсінетін жаста. Тек қана келін алған соң бұл әдетінен де біртіндеп арыла бастайтын шығар деп күтумен жүрдім. Бұл менің келін болған алғашқы жылдарымда байқаған жағдайлар. Түсініктірек болу үшін басынан баяндайыншы. Жолдасыммен студенттік шақта таныстығымыз махаббатқа ұласқан болатын. Қыз бен жігіт болып бір-бірімізбен қол ұстасып жүрсек те арамызда кейде келіспеушіліктер болып тұратын. Сонда да бір-бірімізден кетпейтінбіз. Уақытша бір-бірімізге ренжісек те қайтадан татуласып алатынбыз. Осылайша махаббатымыздың тұрақтылығына әбден көз жеткізіп алғанда үйленуге шешім қабылдаған болатынбыз. Біз 4 жыл бойы бір-бірімізге деген сезімдерімізді сынадық. Бір-бірімізбен артық жан табылмайтындығына әбден көзіміз жеткенде үйленуге шешім қабылдадық. Күйеуім отбасындағы жалғыз ұл, жалғыз қарындасы бар. Енем жалғызбасты ана, балаларын жалғыз өзі асырап жеткізген, талай қиындық көргені жүзінен байқалып тұрады. Енемнің қайта тұрмыс құрмай, балалары үшін өмір сүргені үшін соншалықты қиын жағдайлар кездессе де мойымай, балаларын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген үшін ол кісіге ризамын, құрметтеймін. Соншама қиындықтарды еңсеру ол кісіге оңай болмағанын да жақсы түсініп тұрмын. Дегенмен балалары есейіп, отбасын құрған шақта ішімдікке әуес болып алғаны әйелге жараспайтын қылық емес пе? Мен келін болып осы үйдің босағасын аттаған кезімде жылап, мас халде қуғыншыларды күтіп алып, шығарып салған. Оның бұл қылығы жаңадан келін болып түскен маған ерсі көрінсе де, қуанышта барлығы болып жатады ғой, қатты кінәлаудың қажеті жоқ шығар. Тұңғыш рет келін түсіріп, осы күнге жеткеніне қатты қуанғаны болар. Қайтсын енді, жалғызбасты ана балаларын ер жетіп, отау құрып жатса барлық ана толқиды деп ойлағанмын. Иә, енем толқығанын сол сәтте алғаш рет көрсеткен болатын. Балалары енемнің бұл сырын жақсы білетіндіктен болса керек, еш қайсы жанына келіп, «Мама, болды енді, көп ішіп қойдыңыз» деген жоқ. Соған қарағанда аналарының мінезін жақсы біледі. Өзім жаңа түскен келін болсам да, менің енемнің осылай жүргені үшін өзімнің туыстарымнан ұялып, жерге кіре жаздап едім сол кезде. «Қызымыз қандай жерге келді өзі?» деп айтып барама деп қысылғаным рас. Ал кейін көп ұзамай тойымызды жасап берді. Баласының бақыты үшін шапқылап, қазақтың салтының барлығын орындаған енеме өкпелемеймін. Дүркіретіп болмаса да шама-шарқынша үйлену тойымызды жасап, әрбір қыздың арманы болған қалыңдық көйлегін киюіме жағдай жасаған үшін рахмет ол кісіге. Бір қысылатыным, ауру қалса да әдет қалмайды екен. Тойымызда да қуаныш қой деп сылтаумен той ортасына жетпей жатып қызып алды. Ер адам болса оншалықты білінбес еді, ал әйел адамның оның үстіне басқа емес той иесінің құдағи атанып отырған үлкен әйелдің қисалаңдап жүргені намысыңды оятып қытығыңа тиеді екен. Иә, одан кейін де отбасымызда талай тойлар, жиындар өтті ғой. Соның барлығында да енем осылай жүреді. Ал енемнің туыстары, яғни күйеуімнің нағашы жұрты әрдайым енеме ақылын айтып, ұрсып, тіпті көп ішіп қоймау үшін қадағалап жүрсе де ебін тауып кетеді. Қазір балаларым өсіп келеді. Әжелерінің осылай той, кішігірім қуаныш болған сайын масаң халде жүргенін көріп, олар қандай тәрбие алады деп қорқамын. Рас, балаларым әжелерін қатты жақсы көреді. Енем де немерелері десе ішкен асын жерге қоятын жан. Сонда да осы бір үлкен кемшілігі барлық жақсылықтарын жойып жіберетінін қашан түсінер екен.